Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli shogirdlar. Bugun biz darsda amr g'oyib, nehi g'oyib, amr hadir және nehi hadirni o'rganamiz. Негізі олар еш қиын емес. Амр г'oyibdan бастасақ, барлық г'oyibтар жазып шыққаннан кейін сіз оларды ләм бар деп елесеңіз. Бірақ ләмі бар, бірақ ләмі жоқ. Яғни ләмді жазбайсыз да, бірақ ләм келгенде келсе не болады? Сукун немесе нун түседі. Иә? Сукун болады немесе нун түседі. Кейде не істей қалады? Түспей қалады. Мысалы, ләм янсур, ләмді алып тастадық, янсур болды, дұрыс па? Сонда біз не қоямыз? Қасына ләмді қоямыз, касралы ләмді. Ли янсур, ли янсуро, ли янсуру, ли тансур, ли тансуро, ли янсурна. Болды. Бізде не шықты? Амр г'oyib. Нехи г'oyib болса, ләмді бәрін алып тастайсың. Иә? Оның орнына ләні қоясың. Ла янсур, ла янсуро, ла янсуру, ла тансур, ла тансуро, ла янсурна. Түсікті? Еш қиындық жоқ. Сұрақ бар ма? Амр г'oyibқа қатысты, нехи г'oyibқа қатысты. 5 секундта түсіндірдім. Енді не бар бізде? Амр хадир. Амр хадир деген не ғой? Мұхатап қой. Иә, хадир деген не? Мұхатап. Екі мағынасы бір, екінші жақ. Сонда сен мұхатаптар жазып шығасың. Тансуру, ары қарайтындар. Тансурони. Бірақ сен не елестетесің? Мында ләм тұрғандай. Мында не тұрғандай? Ләм тұрғандай. Тан суруна. Тан сурина. Ол жерде не болады? Я болады, дұрыс па? Тан сурони. Онда алып тастаймыз. И тан сурна. Енді саған амр хадир жасау керек. Амр хадир жасау үшін сен бұның несін аласың? Тәларын алып тастайсың. Тәларын алып тастайсың. Тә кетті. Тә кетті. Жақсы? Сосын қарайсың. Мына ортаңғы әріп бар ғой. Қандай әріп ол? Айн әріпі. Айн әріпіне. Айн әріпіне қарайсың. Домма тұрма, әлде басқа харакат па? Егер де домма тұрса, онда сен мұнда доммалы хамзаны алып келесің. Нені? Доммалы хамзаны алып келесің. Сонда сенде не шығады? Амр хадир шығады. Ешқашан, жігіттер, ешқашан амр хадирға осындай хамзаны қоспаңдар. Осындай хамзаны істемеңдер, қоспаңдар. Бұл не болады? Қателік болып табылады. Тамам? Тек қана не жазамыз? Ары кетсе, харакатын ғана жазамыз. Сонда не шықты бізде? Унсур, унсуро, унсуру, унсури, унсуро, унсурна. Тамам? Мутакаллим бізде болмайды. Неге болмайды? Өйткені адам өз-өзіне бұйырмайды ғой. Ли ансур, ли нансур. Бірақ жіктеген кесе ли ансур, ли нансур дей саласың. Бірақ мағына тұрғысынан ешқандай не бермейді. Тамам? Бұл бізде не шықты? Амр хадир. Нехи хадир ше? Нехи хадир болса, біз жаңағы тәларды қайтарамыз. Жақсы? Не істейміз? Қайтан өзінің мұхатап асылына қайтарамыз. Міне. Тансуру, тансура, тансуру, тансури, тансура, тансурна. Не қосамыз алдына? Лә. Сонда не шықты? Ля тансур, ля тансура, ля тансуру, ля тансури, ля тансура, ля тансурна. Нехи хадирда осымен бітеді. Мәчхулға келетін болсақ, мәчхул ли юнсор, кәдімде ләм юнсор секілді, оның ләмнің орнына не қоясың? Ли қоясың. Ли юнсор, ли юнсора, ли юнсору, ли тунсор, ли тунсора, ли юнсорда. Ал амр хадир мәчхул болса, ол жерде унсор демейсің. Не істейсің? Ли тунсор. Кәдімгідей мудориға формасында. Ли тунсор, ли тунсора, ли тунсару, ли тунсари, ли тунсора, ли тунсорна. Тамам, осылай бізде бітеді. Ал егерде, наны біз жойып тастайық. Біздің етістігіміздің айн әріпі касралы болса, сен не істейсің? Алдымен
амр хадір жасау жолы деген кезде не істейсің бірінші? Тән алып тастайсың. Иә? Амр хадірдің жасау жолы тән алып тастайсың. Сосын қарайсың. Егер де әріп тә алып тастағаннан кейінгі әріп сукунды болса, оған не керек? Хамза керек. Өйткені араб тілінде хамзамен сөз, сукунмен сөз басталмайды. Сондықтан да сен хамза алып келесің. Бірақ хамзаның қандай харакатын қоясың? Онда айн әрпіне қарайсың. Егер де домма болса, домма, жаңа унсур секілді. Касра болса, касра. Тамам? Касра болса, касра қоясың. Сонда не шықты бізде? Идриб. Идрибті жіктеген кезде қалай болады? Идриб, идриба, идрибу, идриби, идриба, идрибна. Болды. Ал ғойып қалай? Кім айтады? Ғойыбын. Лиядриб, лиядриб, лиядриба, лиядрибу, литадриб, литадриба, лиядрибна. Түк қиыны жоқ. Дұрыс па? Енді бізде егер де айн әріпі, яғни ортаңғы әріп фатхалы болса, не істейміз? Жіктер алдымен не істейміз? Тәні түсірдік. Сосын қараймыз. Әріп сукунды ма? Сукунды. Не керек бізге? Хамза керек. Хамзаны фатхамен алып келеміз ба? Жоқ. Хамзаны фатхамен алып келмейміз. Өйткені фатхамен алып келетін болсақ, мутакалимге ұқсап қалады. Афтаху. Сол үшін оған ұқсамас үшін біз не істейміз? Каср алып келеміз. Сонда ифтах болды. Ифтах, ифтаха, ифтаху, ифтахи, ифтаха, ифтахна. Ғойбше. Лияфтах, лияфтаха, лияфтаху, литафтах, литафтаха, лияфтахна. Қиындық бар ма? Сұрақ бар ма? Болды. Онда осыны ұғып, жаттап, жазып, келіп, иншалла келесі дәріске дайын болыңыздар. Уасалаллаху тағала ла хайри халқи Мұхаммад.